Құрметті достар, бүгін міне Алла қаласа темекі качелі дейді ғой, отырғыш әткеншек жасауға кірісеміз. Мынадай қылып екі стойкасын, екі жағындағы тұғырын, екі тұғырын міне осындай қылып жердің астында 50 см биіктікке қазып, отырғызып, жан-жағына балон қойып, үстіне цемент құйып отырғызып. Бұл екі тұғырды кеше дайындап қойдық. Енді бізге темекі отырғышты әткеншекке біз мына Audi 80-нің багажнигін пайдаланамыз. Осыны пайдаланамыз. Қазір істелетін процесс бұйырса мына 32-лік темірді кесіп мынаған дәнекерлейміз. Екі тұғырға бекітіп дәнекерлейміз. Одан кейін оның үстінде крышасы болады. Мынаның үстінде шатыры болады. Яғни алды көтеріңкі, арты түсіңкі, үстінен бұйырса көк жабыны бар, шатыры болады, астында әткеншек болады. Және бұл әткеншекті біз әдеттегідей шынжырға бекітпейміз, біз бұны тросқа бекітеміз. Бізбен бірге болыңыздар, әрі қарай бірге тамашалаймыз. Бұйырса мына дәнекерлейтін трубалардың барлығын жақсылап тазалап, немен, шөткімен тазалап аламыз. Себебі ертең күні бұны терлеп болғаннан кейін жұмыстар жүреді. Сырлаған кезде мынаның бетінде таза болған дұрыс. Бұйырса, бірақ машинаның багажнигінің тақтағына 4 тесік жасап аламыз. Дрелмен. 1, 2, 3, 4. Бұйырса, міне келесек, кесесін көтереген тұрғаны тұрғаға бекітеміз, дәнекерлейміз. Мінекей достар, мына тұрыс қойдық. Тұрысты кәдімгідей
6 метр трос алдым. 6 метр трос. 3 метрден бөлдім. Артқы жағын, арқасы артқы жағына көп салмақшы. Артқы жағы бір 30 сантиметрге қысқалау қылдым. Алды ұзындау. Себебі алды былай түсіп тұрады. Арқасы алды мұның отыратын жері. Болды, осыны байлаймыз бұйырса. Міне достар, бүгінше жұмыс осымен бітті. Просто отырғышқа бекіттік, және жоғары жағын дәнекерледі. Әзірге осы, бұдан кейінгі видеоларда бұйырса сырлау жұмыстарын бастаймыз. Мына отырғышты сырлаймыз, мынаны сырлаймыз, және жоғарысын сырлаймыз, және бұның төбесінде шатыры болады. Бізбен бірге болыңыздар. Аяғына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламат болыңыздар.